Ағамның қазір видео түсіруге қолы босамай, сондықтан қазір мен түсіріп тұрмын сіздерге. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал мен видеомды бастайын. Алдарыңызда тұрған менің қой суғаратын каналым. Канал дегенде андай видео түсіретін каналда ойлап қалмаңыздар. Канал шомылатын су ішетін канал. Менің қойым қазір төбеде мен шығайын. Мынау менің алапар деген итім. Бұның баласы бар Қытайық деген, және де әйел бар Көчік деген. Қойларым қазір жақта жүр. Кеттік жайлап жақындай берейік достар. Достар, мынау столы. Бүйтіп интернет стол үшін бүйтіп сым жалғанып кеткен. Жақта тағы стол. Былай кете берген достар. Ары қарай жүре берейік. Тоқтатпай жолымызды. О, достар, мынау дөңге біздің сауынды сиырларымыз жүр. Көрмей тұрмай сіздерге. Көрмейді екен достар сіздерге. Өкінішке орай. Бірақ оның өкінішке орайтын дейтін жоқ. Сиыр жүр қайтыр. Міне менің қойларым. Бұл қойларым мен күндеге санаймын. Жоғалса іздейміз. Бірақ ол үйдің қасы жоғалса тек осы жерлерде жүреді кетпей. Бұл жерде қазір 73 қой бар. Мына қойлар. Бұлардың арасында өзімнің ешкіммен қойларым да бар. Біреуі жартысы Карачише, жартысы менікі, жартысы ауылдың қойлары. Қоссит ауылы. Білгендер болса комментарияға жазсын. Мен сол жерде Қоссит ауылы. Кішкентай мектепте оқимын. Кішкентай мектепте 4-ші сынып. 4-ші А сыныбы оқимын. Жасым 10-да. Мынау кеше туылған қозы, басақ қозы. Кеше туылса да еріп жүр. Біздің құмның ерекшелігі достар. Бұл құм жазық, жап-жасыл гүлдер өседі. Ал ауылда ластанып, өшім сатып атам. Алқастыр өтіп жүреді. Ал мына жақта тып-тыныс, тым-тырыс рахаттанып жатасың. Және де тағы бір ерекшелігі бар. Ол дөң. Яғни атқанда дөң деген не деп атсаңыздар, бұл тау, таудың шетайы. Достар, үйге жайлап қайтайық. Видео ұнаса тағы да каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер, комментария жазып кетіңіздер. Одан кейін өздеріңізге жақын адамдарға жіберіңіздер. Олар да көріп лайк бассын. Достар, қазір мынау менің қойларым шашады. Мә, достар, мынау келе атыр, отырып алайық та тамашалап қалай шашатын достар.
Атек. 32-дай 400 қалмақ деген сияқты отыр. Достар. Қазір менің қойымды шашады. Ой. Шашып